Assalamualaikum. 9 қаңтар 2023 жыл біз жаңағы Сарыағаш ауданында әлде жүрміз, аралап қай ауылға келдік? Тегісшіл. Айта берсеңізші, аты жөніңізді. Тегісшіл. Мейірбек деген жігіт балам, осы жерде туып өскен. Қандай проблема бар ауылда? Жер мәселесі ғой. Жер мәселесі не болып жатыр, айтыңызшы. Жер мәселесінде болып тұр, соның барлығы. Қазір өшіріп Неге өшіріп тұрамыз? Айта бер, не болды? Жоқ, мысалы ауылда жайылым жоқ, ауылда. Ауылда жайылым жоқ. Ауыл жайылымнан мал айдап бару үшін бір 7-8 километр ұзақта ауыл жайылым. Енді ол үйдің үлкен, мен жастым айдап барамын. Мен үлкен әке шешем оған жарамай айдап баруға. Падаға қоссам, падаға бармайды. Өтейінше жер жоқ. Мына жерде өтейінше былай қарай жол былай түскен болса, біреудің жері 70 гектар біреудің жері. Оның ар шетінде тас кескенден көрші ауылдың 150 гектар соның жері. Оның ар жағында жаңағы Абдырай деген жері, ол жағында ауылдың Бекбол деген жері. Жолға анақа жайылуға осы жол жоқ баруға. Яғни сіздерге жайылым жер берген, бірақ жайылым жерге баратын малдың жолының бәрін таратып тастаған ба? Иә, мал баратын жол жоқ. Одан кейін жайылым бар дейді, ауызша барсақ, жайылым ондай жайылым, айтқан жайылым жоқ. Малыңды жаңағы жол болмаса да әйтеуір айдап сүйдіп апарсаң, ол жерде жайылым жоқ болып шыға ма? Жайылым жоқ болып шығады, ол жерде ондай жайылым жоқ, мал жайылу мүмкін емес ол жерде. Онда жайылым бар деп кім айтып жатыр? Ауыл әкімі айтады ғой. Қазір ақсақал сұрайық. Ақсақал, міне камераға айта беріңіз енді, жаңағы камерасыз айтқан нәрсеңіз. 1000 гектар жер бар дедіңіз. Мына жас жігіт айтады, 1000 гектар жер жоқ дейді. 180 гектар ма жерді бізге белгілеп беретін болды. Сөйтті де болды ма? Жоқ, көрсететін болды. Кадастр келіп, Чимкенттен шақырған келіп көрсетпекші болды. Сөйтіп өлшеп, ар жақтан бастап өлшеп көтерек, ортада біреудің 90 гектар жері документі бар екен. Бірақ онда ортақ жайылымға өткіземіз деді. Сөйтті де ендігі апта келеміз деді. Сол өлшеп беретін бер жағы бізге қарасты жерлерді көрсетіп беремеді. Сонан не екен түсінбей халық дал-далмыз, турасын айтайық. Ауыл әкіміңіз жаңа шақырам дегіңіз келді ме? Ауыл әкімі жиналысты екен. Жәрдемші келем деді. Жаңағы айтқандай ғой, ауыл әкімі болса, ауыл әкімін сайлаған екенсіздер. Оған ауыл тапсырып жатқан кезде мынау көшең, мынау үйің, мынау суармалы жерің, мынау жайылымың жерің деген карта бар шығар? Дұрыс, сол карта бар ғой, бәрі. Сол картаға қарамадыңыз жаңа жүрген жеріңізді? Жүрген жерімді қарадық. Қарағанменен мысалға бізге берілетін жердің орталарында ілгері сайыз уағында не болған екен? Суармалы жер болған екен, насос арқылы. Сол насос арқылы суғармалы жер болғаннан кейін, ол жер әлі суғармалы болып тұр екен. Бірақ ол жерде ешкім егіп атқан жоқ, кімдің жері екен білмейміз. Сондай мәселе да. Негіздік мақсат басқа болып тұр ғой, жайылымның ортасында суармалы жер болып. Суғармалы жер болып тұр. Енді жастар айтады ғой, сол суармалы жер болсын, басқа жер болсын, малды айдап барсақ жер жоқ болып тұр дейді. Оған не дейміз? Жоқ, малды айдап барғанда негізі дұрыс, арада адамдар бар. Егер шындап келгенде ол заңын қуатын болса, ол документі бар адам ол жерді алып қояды, бізге жол да қалмайды, турасын айтайын да. Қазір жол жоқ па, негізі бар ма? Жол қазірше бар. Бірақ жігіттер айтады, жол жоқ дейді ғой. Жол жоқ болғанда, мысалға ертең алып қойса бізге жол жоқ қой. Мысалға дейсенде берген, мына басынан берген, арғы басында 80 гектар 3 адам, 4 адам, ол жайылым өтем дегенше 3-4 адам жолы бар. Бұл уәжіңіздің бәрі ауызша ма, жоғалда құжат күйінде сондай ма? Құжат күйінде документтер бар ол жігіттердің. Ол жігіттердің документтері бар. Бұған не дейсіздер, айтыңыз? Жоқ, олар әзір иеленбейді де, жер бос жатыр. Негізі картада документі олардың жері бар негізі. Көрген адам бар ма, или ауызша ма оның бәрі? Жердің документін ба? Көргенде иесімен сөйлестік бәріміз. Картасын көргенде иесімен? Иесімен сөйлестік, ол жекеменшік өзім жерім деді ол. Жекеменшік өзінің жері. Ол әз ертең өзін, мысалы, малын әкеп қора соғатын болса, ол өзінің жерін қоршайтын болса, өзінің документ заңдары белгіленген жер болса, одан бізге жол жоқ. Әзірше біреудің жері, бірақ бос тұр. Енді қазір былай ғой, оның бәрін анықтап, сіздер құжат күйінде көрмейінше бар емес, қазір біз уәж айтсақ, жарайды аудан әкіміне баралық, аудан әкімі кейін айтады, міне тұр ғой жол деп көрсете салады картадан. Шынында картада жол бар. А сіз қазір біреуге сеніп, ойлап атсыз, сол жолдың орнын ол менікі деп ауызша айтып жатқан шығар. Документ көрсетпейінше қалай? Жоқ, көрсетпеді ғой, документ көрсетпеді ғой. Көрсетпесе біреудің ауыз сөзіне не қыласыз сен? Ол айта береді. Ол может документін енді оформить етіп жатқан шығар. Сіздер жаңағы сол жерге таласып қалып ертең менің жеріме бұл да госуаққа тапсырып қоймасын деп өтірік айтып жатқан шығар. Менің жерім анау-мынау деп. Ондай жаңағы көп болады да ондай. Сонда енді бізге жайылым тауып берсе болды, көке, оның алдайды. Әкімдеріңіз бар ма, ауыл әкімі? Сайлаған бар, иә. Талап ете аласыздар ма? Талап етеміз, ол болды, істеп берем бар дейді. Негізі ауызша бар, картада жоқ. 30 жыл әкім болған ба сол кісі осы жерде? Иә. Енді бәрін біледі ғой, неге одан талап етпейсің? Мен тек өзін ойлап қалған әкім болып тұр ғой енді ол. Өзін ойлап қалған деп ол сұрақ уже.